Здравствуйте, меня зовут Сәлеметсіз бе, менің атым Суминов Александр. Мен мал дәрігерімін. Ел байлығы курсына қош келдіңіздер. 25 жыл ішінде мен етті, сүтті мал шаруашылығы саласының шаруашылықтарында 15 жыл жұмыс істей алдым. Қазіргі таңда мен тәуелсіз сарапшы болып жұмыс істеймін, және етті және сүтті ірі қара малын өсіретін шаруашылықтарға консалтингтік сүйемелдеуді жүргіземін. Жайылымның өнімділігін сақтау үшін жайылым айналымын сақтау қажет. Жайылым айналымы жайылым учаскелерін жаюға пайдалану, яғни мал жаю үшін демалуы, шөп шабу мүмкіндігі және басқа да іс-шаралар үшін кезектесіп пайдалану болып табылады. Жайылымды қоршау жайылымдардың азуын болдырмайтын элемент. Бұл ретте жайылымдарды кемінде 4 учаскеге бөліп қоршайды. Және осы учаскелердің әрқайсысында 15 күннен аспайтын мерзімде мал жайылады. Осылайша, бұл учаскеге жануарлар 45 күннен кейін ғана оралады. Осы уақыт ішінде жайылымның өсімдіктері қайта өсіп үлгереді. Бұл оның ұзақ жылдар бойы өнімділігін сақтауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда малды бір учаскеде 2-3 аптадан аспайтындай ұстау ұсынылады. Әр учаскеде суару орнын қамтамасыз ету маңызды. Бұл тәуелсіз немесе барлық іргелес орналасқан жайылымдық учаскелердің орталықтандырылған суару орны болуы мүмкін. Жайылымдардың біріне неғұрлым ауыр зақым келген жағдайда өсімдіктердің тұқым шашып шөптің қалпына келуі үшін мүмкін бүкіл маусым, мүмкін 2 маусым демалуға мүмкіндік беру керек. Осылайша, учаскенің өнімділігін арттырады. Қажет болған жағдайда жайылымдар егу арқылы жақсартылады. Бұл түбегейлі жақсарту немесе үстірт жақсарту деп аталады. Бұл арнайы техниканың қолданылуын қажет ететін агрономиялық әдістер. Қандай да бір себептерге байланысты жайылымдардың қоршалуын жүзеге асыру мүмкін болмаған жағдайда жайылымдарды қоршауынсыз да ауыстырып отыруға болады. Мұндай жағдайда көктемгі кезеңде малды бедері бойынша жоғарыда орналасқан жайылым учаскелеріне шығарған дұрыс. Мұндай жерлерде күннің проекциясы көбірек болады. Топырақ тезірек кебеді және негізінен дәнді шөптер тез өніп өседі және сәйкесінше азық болып табылады. Кейінгі кезеңде осы уақытқа дейінгі су тасқынынан соң малды топырағы кепкен ойпаң жерлерге көшіру керек. Тиісінше жануарлардың таптағанынан жұлып жегеннен шөптің тамыр жүйесіне қауіп болмайды. Кейінгі кезеңде жануарларды жаздың көп бөлігінде қол жетпеген жерлерге көшіруге болады. Мысалы, мал егістікті жеп қоймау үшін жайдырмаған кез келген дақыл егілген егістіктің бойы. Мұндай жерлерде жаз бойы айталық жарақатсыз қалған шөптер, сондай-ақ сол жерде егін жинаудан қалған мекен, сабан, төгілген астықтар сияқты қалдықтар, мүмкін арам шөптер олар жақсы жем болып табылады. Және мал жақсы салмақ қосып семіретін болады. Жайылымдық ұстау кезеңінде ондағы малды түнде ұстау үшін қаша жабдықтау ұсынылмайды. Әсіресе жаздың аяғында және күзде. Түннің ең ұзақ кезеңінде мал ертерек қораға қамылса, тәуліктің ең көп уақытында жайылу мүмкіндігінен айырылады. Бұл олардың өнімділігіне теріс әсер етеді. Сонымен қатар, мұндай стационарлы қашаға іргелес жайылымдар тез асып кетеді. Онда жануарлар көбірек таптап, өсімдіктердің тамыр жүйесіне зиян келтіреді. Және бұл жайылымдардың өнімділігі төмендейді. Сондай-ақ, осы қашадан 2-3 шақырымға ауысқан кезде, сол тіршілік кеңістігінің де өнімділігі төмендейді. Ондай қаша қажет болған жағдайда, қашаның орнына оңай орнатылатын, тасымалданатын, жылжымалы электр қоршауын қолданғаны дұрыс. 2, 3, 4, 6 гектардан үлкен алаңды жабдықтаңыз. Бұл жағдайда жануарлар тіпті түнде жайылуы мүмкін, және ол жер
әрқашан құрғақ болады. Қажет болса, сол учаскінің шөбі толықтай желінгеннен кейін, мұндай қоршауды бір адам 1-2 сағаттың ішінде оңай басқа жаққа орналастырады. Және сол жер қолданылады. Сіз бұл аумақтарды әр 7-10 күн сайын бірінен екіншісіне ауыстыра аласыз. Жануарлар қай жерде болса да, олар балғын, мөлдір, таза сумен қамтамасыз етілу керек. Ол табиғи су қоймасы болуы мүмкін. Ол су тасқынынан жиналатын қазан шұңқырлар болуы да мүмкін. Бұл сорғылар, жел сорғылары, электр генераторлары, орнатылатын ұңғымалар болуы мүмкін. Нұсқалар көп болуы мүмкін. Барлық жануарлар, соның ішінде ең кішкентай бұзаулардың таза, тұщы суға қол жеткізу маңызды. Басқа су кезеңдерімен қатар суару орындары жабдықталады. Олар не бұл жағдайдағыдай су жинақтаушы орнатылған жел сорғымен қамтамасыз етіледі. Су жинақтауыш жел болмаған жағдайда жануарларды үздіксіз суару үшін резервуар болып табылады. Суару орындарының басқа да түрлері бар. Су тасымалы магистральды су құбырының көмегімен жүзеге асырылғаны бар. Бірақ барлығының мағынасы жануарларды тәулік бойы тұрақты сумен қамтамасыз етуде. Сонымен қатар жануарлар тәулік бойы еркін жайылады. Және былайша айтқанда, жайылу, су ішу және тағы басқасының тәртібін өздері таңдайтын болады. Оның арқасында ең үлкен әсерге, жануарлардың ең үлкен өнімділігіне қол жеткізеді. Егер бұл еміп жүрген бұзау болса, оның тірі салмақ жинауымен көрсетіледі. Егер бұл баспақ болса, онда тірі салмағымен көрсетіледі. Егер өткен жылдардағы жас жануарлар болса, онда жануарлар суға үнемі қол жеткізе отырып, тірі салмақты жақсы жинайды. Жайылымдарда мал суаруды қамтамасыз ету кезінде, суару орындарын жабдықтау кезінде, бір суару пунктінде жануарлардың екі немесе бірнеше тобын қамтамасыз ету сәттерін ескеруге болады. Бұл ретте оларды жайылымдарға жақын жерге орналастыру керек. Бұл екі немесе бірнеше топ болуы мүмкін. Суару тәулік бойы болуы қажет. Ол үшін астау мен ыдыстарда су деңгейін тұрақты негізде ұстап тұратын клапан түріндегі қарапайым құрылғы орнатылады. Бұл жайылым учаскесінде магистральды су құбырына қосылған суару пункт орналасқан. Бұл былайша айтқанда суару орындары мен су құю орындарының бір түрі болып табылады. Жаз маусымында бұзаулардың емізу кезеңінде үстеме жемдеу ұсынылады. Үстеме жемдеу бұзаудың өсуін және асқазан ішек жолдарының дамуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар бұл қосымша қоректік заттарды қабылдауына ықпал етеді. Бұл әсіресе жайылымдық кезеңнің екінші жартысында жайылымдық өсімдіктердің едәуір бөлігі вегетациялық кезеңі аяқталған кезде және жаз құрғақ болып жайылым өнімділігі айтарлықтай төмендеген кезде өте маңызды. Үстеме жемдеуді қолмен таратылатын астау арқылы немесе өздігінен жемделетін оттық көмегімен құнарландырылған жеммен жүргізген жөн. Өздігінен жемделетін оттық үшін тұтас сұлы дәні ең жақсы келеді. Сонымен қатар, емізу кезеңінде бұзауларды жемдеу желінен айыру кезінде күйзелісті азайтады. Яғни, желінен айырғаннан кейін бұзаулар концентраттар түріндегі үйренген жемді қабылдайды және желінен айыруды жеңіл өткізеді. Үстеме жемдеуді жайылымдық кезеңнің ортасынан бастап жүргізген жақсы. Өйткені алғашқы айларда жайылымдық өсімдіктер жеткілікті көп. Демек осы кезеңде сиырлардың сүттілігі бар. Сондықтан бұзауларға жайылымдық өсімдіктер жеткілікті. Жаздың екінші жартысында үстеме жемдеу тиімдірек болады. Жазда бұзауларды кез келген дақылдың дәні түрінде нәруызды жем-шөппен үстеме жемдеу ұсынылады. Біздің жағдайда бұл тұтас сұлының дәні. Біріншіден бұзаулар сиырлардан алатын сүтке қосымша, әсіресе құрғақшылық жылында қосымша қорек алу үшін, бұл олардың тез өсуіне, дамуына, асқазан ішек жолдарының қалыптасуына бірден-бір ықпал ететін болады. Бұл желінен байыпты айыру үшін өте маңызды.
яғни жануарлардың ас қорыту жолдары енді қара шөпке бейімделеді. Және болашақта жануардың өсуі мен даму динамикасына зақым келтірмей желінен айыруды қиналмай өткізеді. Мұнда сіз сұлы дәні тиелген өздігінен жемделетін оттықты көріп тұрсыз. Бұзаулар құнарландырылған жемге үнемі қол жеткізе алады. Бұл жағдайда сұлы дәні түрінде бұл олардың асқазан ішек жолдарының тез дамуына және желінен айырған кезде сүтке қарамастан жемге жұмсақ ауысуына ықпал етеді. Бұл жағдайда осы жайылымдық учаскеде сыйымдылығы 7-10 тонна өздігінен жемделетін оттық орнатылған. Сонымен қатар оған тек бұзаулар ғана кіре алады. Осылайша бұзауларды тамақтандыру және олардың асқазан ішек жолдарының тез қалыптасуы қамтамасыз етіледі. Жайылымдық ұстау кезеңінде қан сынамасын алу, вакцинациялау, өлшеу, желінен айыру және басқалар сияқты ветеринариялық зоотехникалық іс-шараларды жүргізу үшін арнайы расколдың болуы қажет. Фиксаторы бар расколдың тасымалды болғаны жақсы. Оны белгілі бір уақытта малдың жайылып жатқан жеріне байланысты бір аймақтан екіншісіне ауыстыруға болады. Бұл қаша, содан кейін осындай мойын сияқты, сонда ені 8 сантиметр, ұзындығы 8-10 метр болатын раскол орнатылады. Жануарлардың жалпы тобы тәртіпсіз жүреді. Раскол оларды бөледі. Міне олар бір сызыққа тізіледі, фиксаторға өтеді, сол жерде олар бекітіледі. Сондықтан раскол фиксатор деп аталады. Ет бағытындағы мал өсірудің өнімділігі кәсіпорынның жетістігі көбінесе біз жоғарыда айтқан барлық технологиялық аспектілер мен элементтердің дұрыс ұйымдастырылуы мен өткізілуіне байланысты. Негізгі мақсат етті малдан жоғарғы өнімділік алу кезінде шығындарды азайту болып табылады.